Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Мектепте өткенде бізде интервью алған болатын. Интервьюді аяқ астынан менен алып қалды. Мен сасқалақтап не айтарымды білмедім. Мен өте камерадан қорқам, және де адамдармен сөйлескен кезде сенімді сөйлесе алмаймын. Бұны қалай жеңуге болады? Досым, өте жақсы сұрақ, әдеттегідей, барлық сұрақ керемет. Сөйлеу мәнері әрқашан дамып отыру керек. Және де сен егер де өзіңді еркін сөйлеп, жақсы сөйлеп, дұрыс сөйлеп, ораторлық қасиетті дамыта берсең, онда бұл саған, сен дамытқан сайын бұл саған пайдасын бере береді. Өйткені болады, егер де сен жаңағында интервьюда, мысалы, егер де сол интервьюда сен сасқалақтамай өте керемет нәрсемен жауап беріп, өте керемет жауап берсең, сені мүмкін қазір бүкіл Қазақстан танитын еді. Сені мүмкін қаншама жерлерге шақырар еді. Яғни бұл саған қаншама мүмкіндік береді. Сөйлеу мәнері ол өте керемет нәрсе. Бұл ораторлық мастерство. Барлықтарыңызға кеңес беремін, міндетті түрде ораторлық курстарға жазылыңыздар. Менде ораторлық курс жоқ, әзірше. Курс сатпаймын ондай. Ендеше достар, бүгін дәл осы тақырыпты бастайтын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментария жазып кетіңіздер, видеоға лайк басып кетіңіздер. Екінші рет бұл видеоны достарыңызға жіберіңіздер, сөйлей алмайтын социофобтарға жіберіңіздер, интроверттерге жіберіңіздер. Бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Ендеше кеттік достар, бастаймыз. Сонымен өте керемет трюк. Менің өмірімді өзгерткен, және де менің өміріме әсер еткен, менің ораторлық қасиетіме әсер еткен нәрсе. Бұл телефон. Мен ютубта телефонмен түсірем. Мен ютубта осыдан 2 жыл бұрын бастағам. 2020 жылдары. 2020-да бастадым ау деп. Ол кезде мен тіпті ағылшынша түсіретінмін. Сөйлей алмасам да, ағылшынша дұрыс сөйлей алмасам да, мен ағылшынша түсіретінмін. Кейін орысша түсіріп, кейін қазақшаға көштім. Тіпті қазіргі ютубта мен біраз видеоларды өшіріп тастаған едім. Негізінде бұрыннан бері түсіріп келе жатырмын. Мен басында камерада бастаған кезде сөйлей алмайтын, мүлде сөйлей алмайтын. Мен әрбір сөзімнің арасында дәл осындай болатын. Одан кейін түсіре беріп, видеоларды түсіре беріп, маған бұл көмектесті. Бірақ одан да маған қатты көмектескен нәрсе бар, негізінде шын керек. Бұл менің мектебімдегі мектеп парламенті, себебі мектеп парламентіне басында кірерде мен жаңағында сөйлейтінмін, яғни қазірде негізінде бар ондай, енді бірақ оны уақыт өткен сайын дамыта береміз. Бірақ уақыт өткен сайын мен кішкене еркін сөйлей бастадым. Мен қобалжымай, мен кішкене еркіндік сақтай бастадым. Мен адамдармен бір тіл табысып кете алдым. Яғни бұл мені дамытты. Яғни бұл жердегі басты дамытқан нәрсе бұл практика. Саған да практика жасау керек. Енді сен қазір көбінесе публикаға шықпайтын шығарсың, сондықтан да банальды телефонмен түсірейік. Телефонды аласың, өзіңнің үйінде блог түсіресің. Телефонды қосасың, видеода. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдәулет, өзімнің атымды. Сәлем достар, мен Бекзат мысалға. Мен есімім Бекзат. Бүгін бізде үйде влог бізде. Міне, бұл піл, біздегі піл. Аты бұның қыл, немесе арабша фил. Мұна бізде паспорт, менің паспортым, мен 16-ға толам, мен скоро удостоверение аламын. Бұл бізде кітап, Алтын Орда кітабы, негізінде оқи қойған жоқпын, бірақ 10-шы беттің бастаған кейін мама просто айтқан кейін деп, осылай сен өз-өзіңді түсіресің. Сен осылай өз-өзіңді күнделікті түсіре бересің, сенде дамой бастайды. Сен өзің білесің, сен өзің сезіне бастайсың. Егер де бұны күніне сағат жүріп бара жатып, мама тамақ пісіріп отырады, ана тамақ пісіріп отырады, барасың. Анашым, сәлем, бұл влог, бұл видео, бұл менің анам, бұл бізде мынандай тамақ жасап отыр. Бүгінге кешке қандай тамақ болады деп отырсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бүгін бізде манты болады. Осылай достар, сіздер түсіре бересіңдер. Және де осының арқасында сендерде ораторлық қасиет дамой бастайды, ораторлық качество дамой бастайды. Бүгінгі осы достар, ендеше міндетті түрде ораторлық қасиетті дамытайық, сөйлеуден қорықпайды, бұл сіздерге қорықпаңыздар, бұл сіздерге үлкен мүмкіндік береді. Міндетті түрде тинейджер клубқа тіркеліп кетіңіздер. Бұл менің өзімнің авторлық курсым. Бұл жерде біз
3 блоктан тұрады. 3 блоктың ішінде біз өмірімізді трансформация жасайтын боламыз. Толық ақпарат сілтеде. Ішкі тастар келесі видеоларда кездескенше.